10 қыркүйек күні қаламызда 5 ойын алаңының ашылу салтанаты өткен болатын. Соның біреуінде қазір біз тұрмыз. Жалпы бұл ойын алаңы туралы сіздерге айта кететін болсам, бұл ойын алаңының, бұл жобаның ерекшелігі біздің қаламыздың тұрғындары өз еріктерімен, өздерінің бір үйлесімді жұмыстарымен жұмылып бірге атқарған. Бұл жобаны біз қаңтар айында естідік. Мен тренингтің соңғы күніне қатыстым. Бана жоба өз жобамның кірісуіне себепші болдым. Содан соң ақпан айында бізді чатқа қосты. Сол чатта қарқынды жұмыс басталды. Бізге жаңағыдай көмектер білдірді. 3 жоба өтті. Бұл балалар әлемі, красочное детство, доступный спорт. 3 жобада көршілер болып барлығымыз толтырып жібердік. Және де мамыр айында бізге қаржы бөлініп, қарқынды жұмыстар басталды. ЖКХ мен акиматтан біздің ауламызға 30-дан жуық топырақ төгілді. Содан соң бұл жер тегістелді. Тегістелген жерге біз бетон құйдық. Ол бетонның үстіне көршілер болып, ер азаматтарымыз шығып, бана ойын алаңын құрды. Оның ойын алаңынан кейін төсеніштерін төседік. Сол бүгінгі күні осы жобамыз осындай нәтижеге жетті. Ерекше алғысты осы Орталық Азия қоры, Евразия қорына Алма бастаған және Ринат Сабирович бастаған осы үлкен ұйымға және кураторларымыз Балнура, Жанара, Рауана қаржылық жағынан бізге үлкен көмек көрсетті. Және осы үлкен біздің аймақтағы ең ірі компаниямыздың бірі Теңізшевройл басшылығына ерекше алғыс білдіреміз. Осындай жобаларымыз көп болсын, қаламыз, еліміз дамуына үлесімізді қоса берейік, бәріңізді де сол